Любаның саябағы. Жиырма жылдай сахнада. Бұл Омбы музыкалық театрының төлқұжаты. Жанрдың барлық шарт сақталған. Әуеннің драмалық әрекетке жүйелі бағынуы, тарихи опера, кәрі күйеу, лирикалық кейіпкер, залым, шамамен 17 жастағы көңілдес бозбала. Барлық кейіпкер шартты түрде алынған, бірақ авторлар әрекет өмірде шынайы оқиға болған деп айтады. Сондай қызық, таңырқарлық, шынайы әрі мейірімді кейіпкерлер осы өмірде болған адамдар. Омбы үшін, Ресей және Қазақстан үшін де еңбек сіңірген тұлғалар. Любаның шағын тоғай спектаклі 1852 жылғы губерния өмірінің аңызы. Әрекет етуші тұлғалар және таңдап алынған орындаушылар. Гасфорд Густав Христианович Батыс Сібірінің губернаторы. Гасфорд Любовь Федоровна оның зайыбы. Айғаным Ұлы Сұлтан. Шоқан Уәлиханов Сібір кадет корпусының кадеті. Екі көріністі музыкалық мелодрама. Бірінші бөлім. Таныстық. Потомок Чингисхана, правнук Аблайхана, сын султана Чингиза, султан Мухаммед Ханат. Бұл басты екі кейіпкер Люба мен Шоқанның танысу сахнасы. Генерал-губернатордың жасақпен бірге қазақ даласын аттану құрметіне Капустин үйінде ұйымдастырылған бал. Тек қана таныс әрі жақын адамдар. Капустиндердің туысы геодезия мұғалімі Карл Гудковский Омбы корпусының кадеті хан тұқымынан шыққан аса дарынды бозбаланы ертіп келеді. Жалпы қойылымның басым бөлігі тарихи шындыққа сәйкес келеді. Бұл алаңның бәрі Мокренфорштадты деп аталады. Бұл жерде Капустиндер үйі болған, Шоқан осында тұрған. Уәлиханов бұл отбасына көп келетін. Оның Омбыда туыстары болған жоқ, ал соңғы курста оқып жүргенде Карл Гудковскиймен достасып, қалаға серуендеуге шыққанда кезек-кезек түстенетін. Біресе Шоқанның, тағы бірде Капустиндердің үйінде. Екатерина Капустинаның тұшпарасы мен бәліштерін бәрі ұнататын. Уәлиханов бөтен емес еді. Екі үйде де оны туыс секілді қамқорлықпен қарайтын. Капустиндер үйі қаланың ең білімді адамдары жиналатын әдеби салонға айналған. Бұл жерден суретшіні, әдебиетшіні, ғалымды кездестіруге немесе осы үйге ғайыптан тап болған ақынды көруге болатын. Осындай ғайыптан пайда болғандардың қатарында айдауға ұшыраған Достоевский бар еді. Сондай-ақ Екатерина Капустинаның ағасы, болашақ химик, сол кезде гимназия оқушысы бұзақы Дмитрий Менделеев каникулда бұл үйге жиі келетін. Ол Шоқаннан небәрі 1 жас үлкен еді. Сондықтан бозбалалар тез тіл табысып кетті. Оның үстіне Шоқан секілді Менделеев те шығыспен әуестенетін. Капустиндер үйіне губернатордың әйелі Любовь Гасфорд та келетін. Бірақ бұл туралы естелік сақталмапты. Романтикалық танысудың тарихына тоқталсақ, аңыз бойынша күйеуі Гасфорд әскери жорыққа аттанып, жалғыз қалған әйелдің намысын Шоқан қорғайды. Господин коллежский асессор, вы подлец! Ол Любаны ренжіткен адамның тұмсығын көгерткен. Ивашкевич Шоқанды дуэльге шақырады. Шоқан дуэльге келеді. Бірақ дуэльге тыйым салынған. Бұл туралы губернатор біледі. Екі жақ келісе алмай жатыр. Мұның бәрі жойылды. Өйткені ешкімді өлтірген жоқ. Ивашкевич те өмірде болған адам. Ол айдауға түскен тарихнамашы. Уәлиханов арада бірнеше жыл өткенде хатында ол туралы жақтырмай жазады. Оны өзіне қарсы шыққандар және пара алушылар қатарына жатқызады. Бірақ дуэль туралы екеуі де естелігінде жазбапты. Шоқан мінезді жігіт болатыны, сондықтан жауларда аз емес еді. Куәгерлері былай дейді. Оның ақылды екені көзінен көрінетін, жанары жанып тұратын, жұқа ернінде үнемі күлкі үйіріліп тұратын. Осы қалпында Лермонтов және Чайлд Гарольдовскийге ұқсайтын. Тапқыр сөзмен ерекшеленетін, сөзмен сойып салатын. Отауызды осындай адамды алғаш көру.
Кадет бозбаласының кумирі. Шоқан шаш үлгісінде сүйікті ақынына еліктеп жасайтын. Мысқылшыл, ерке ақсүйек, арманшыл, кербез. Оның жүзінде бір түрлі мұң болатын. Лермонтовтың мінездемесі Уәлихановқа дәл келеді. Кейбіреулердің ойынша Шоқан Печоринге ұқсаңқырайтын. Капустина Маша да, Гудковтың қызы Катерина да өз естеліктерінде сондай көркем жігіт. Лермонтовқа ұқсайтын деп жазатын. Чкан производил... Сол кезде айтылғандай, Шоқан омбы ханымдарына әсер қалдыратын. Өйткені біріншіден сыртқы сымбаты, сыпайылығы, орыс тілінде таза сөйлеуі, Потанин айтқандай ішін ақтара бермейтін жұмбақтығы осының бәрі әйелдерді өзіне ынтық қылатын. Потанин таинственно, все это вкупе давали вот такую гремучую смесь, от которой женщины были просто без ума. Омбылық таныстарының естелігінде нақты ешқандай оқиға жоқ. Тек Уәлихановтың салонда болғаны, бикештердің сүйсінгендері, өлең оқыған жайлы жазған. Міне қойылымда да Лермонтовтың өлең оқылады. Мен бірінші рет Люба маған назар аударғанда ән шырқаймын. Вверху одна горит звезда, мой взор она манит всегда, мои мечты она влечет и с высоты меня зовет. Екінші бөлім. Шындық пен қиял. Қамалдан шыққанда сол жақта тұрған Любаның шағын саябағын байқамау мүмкін емес. Бұрынғы батпақтың орнына отырғызылған ағаштар жас тоғайға айналып, оған Гасфордтың бұрынғы зайыбының есімі берілген. Марқұмды мұндағылар ақылдылығы, әдемілігі және жүрегі жұмсақ болған үшін құрметтейтін. Бұл орын 19 ғасырдың ортасында омбылықтардың демалатын сүйікті бағына айналды. Сая жолдарға топырақ себілген, орындықтар қойылған. Шағын тоғайды 1905 жылы отап тастады. Бүгінгі таңда онда бір талда қалмаған. Есесіне Люба Гасфордқа осында серуендеген ұнайтыны жайлы әдемі аңыз қалды. Ленин көшесі омбы фольклорында Люба даңғылы 20 ғасырдың соңындағы сәулет композициясы. Мадам Гасфорд, я присяду. Гасфорд ханым, мен тізе бүген және сіз туралы қызықты әңгіме айтып беремін. Себебі бұл сәулет композициясы авторының қолында Любаның суреті болмаған. Оның бейнесін қиялдан жасаған. Арадан бірнеше жыл өткенде мына фотосурет табылды. Бір қызығы фотосуреттегі бейне мүсіндегі бейнеден аумай қалған. Ханым, сізге алғыс білдіремін. Бойжеткен тым жақсы білім алған және жақсы отбасынан шыққан. Любаның атасы ғалым сәулетші, әкесі құпия кеңесші әдебиетші, ағасы сазгер әнұранның авторы. Люба күйеуі Густав Гасфордтан 30 жас кіші болған. Оның губернаторлығы алтын ғасыр саналады. Әскери ветеринарлық дәрігер, Бородино шайқасының қаһарманы, ғылымды құрметтеуші, қайырымды қария, әпербақан және эксцентрик. Өзін далалы өлкенің патшасы деп атаған, тіпті омбыда өзіне ескерткіш қойғысы келді, бірақ әйеліне қойылды. Ол өте қызық әйел болатын, көптеген еркекті тәнті ететін. 1851 жылы қаңтарда Горчаковтың орнына Батыс Сібір генерал-губернатор қызметіне Густав Христианович Гасфорд тағайындалды. Зайыбымен бірге осында келді. Люба да Львовтор отбасының өзге мүшелері секілді музыкаға жақын өсті, фортепианода ойнап ән салды. Жалпы Люба жайлы оның омбыдағы өміріне қатысты деректер аз. Образ Любы – это и чистота, это и... Любаның бейнесі бұл тазалық, бұл белгілі дәрежеде идеал. Бұл образ сондай қолайлы. Өз арманда махаббат жайлы пайымдауыңды жүзеге асыру үшін ыңғайлы. Свои представления о любви. Олар бір-бірін сүйді. Бірақ еңсеруге болмайтын кедергі олардың жолын бөгет. Спектакльде оқиға шиеленісе түседі. Мұның ғашықтық екенін түсінген Шоқан ауылға, әжесі Айғанымға барады. Мақсаты әжесі таңдаған қызға үйлене алмайтынын жеткізу. Почему наш род позорен?
По всей степи о нас дурная слава пройдет. Валихановы слова не верны. Невеста воспранил своим отказом. 7 лет необрученные были. Он уходит. Шоқан кеткенде Люба да далаға қарай ұшады. Осы көрініс Шоқанның жүзінен байқалады. Қас қағым, сәт бәрін аңғартады. Махаббатты да, мұңды да бәрінде. И все. Сұлтанның қызымен атастыру уәдесінің бұзылуына қатысты дау расында да болған. Уәлиханов өзінің досы Майковқа жазған хатында айттырылған қалыңдығы өзінің ағасына ғашық болып қалған және оған ғашықтық хаттарын жазғанын баяндайды. Бұл менің ата-анамды абдыратып тастады. Олар әбден күйінді. Баласы әке әміріне қарсы шықты. Мен оған қандай тәрбие бергенмін деп әкем күңкілдеді. Мені анамды сыйламады. Ол ана сүтімді ақтамадың деп ренжіді. Расында біздің көзқарасымыз бойынша бұл нағыз қайырымсыздық. Мен ел алдында қарабет болдым, бірақ басқа амалым жоқ еді. Бірақ бұл оқиға кейін 1862 жыл болды. Ол кезде Айғаным әжей өмірден өтіп кеткен еді. Үшінші бөлім. Аңыз. За последние 2 дня это уже 3-е. Сөз тасылды, хатта таралды, қала бойынша өсе көрбіді. Өсегімен қастандығы көп, омбы жиіркенішті көрінеді. Уәлихановтың Достоевскийге жазған хатынан. Бұл арада бірнеше жыл өткен соң омбыдағы жағдай өзгергеннен кейін, ал Шоқанның өзі кадет емес, офицер болғанда жазылған хаты. Бірақ шағын қаланың әдеті сол күйі өзгермепті. Қартайған губернатор мен оның сұлу әйелінің сыртынан да жұрт өсек айтса керек. Генерал-губернатор қаланың өсек аяңынан өзін жоғары ұстады. Зайыбына кінә таққан жоқ. Шоқанның ізіне де түскен жоқ. Бәрі қайғылы аяқталды. Люба көз жұмды. Бұл қаза Шоқанға да, губернаторға да ауыр тиді. Мұнан соң губернатор Шоқанды өзіне тартты. Мұның дені жорамал, өмірден алынған сәттерді жоқ емес. Люба омыда небәрі 1 жыл өмір сүрді. Мұнан соң тез асқынатын туберкулез ауруынан көз жұмды. Аңыз бойынша талай ғашықтық хат жазылған, бірақ Люба оларды алмапты. Шоқан рисовал ее портреты Любины. Шоқан Любаның портретін салды, хаттар жазды, бірақ хаттар жетпеді, және жұртқа жария болмады, барлығы да жойылды. Кейбір нұсқа бойынша бұл хаттар сақталып, Любаның табытына салынған. Ал біз хаттар түгел жойылған нұсқан таңдаймыз. Губернатордың қайғысы ауыр болды, алайда көп кешікпей 3-ші рет шаңырақ көтереді. Бұл жолы Любаның туысы жас Надежда Львоваға үйленді. 53-ші жылы Шоқан Уәлиханов кадетті тәмамдап, Гасфордтың адъютанты болып тағайындалды. 2 жылдан соң Густав Христиановичтің қолдау хатымен Уәлиханов қысқа мерзімде поручик шенін алды. Губернатор тарапынан қолдау тапты. Алғашықтар оқиғасы болды ма? Каких-то серьезных обоснований. Бұл романды растайтын салмақты дәлелдер немесе мұрағаттағы растаулар табылмады. Шоқан желөкпе махаббатты бастан кешті деп айтқанымыз орынды болар. Кейде бұл оқиғаға сеніп ақ қаласың. Өйткені кейінгі өмірінде жасы өзінен үлкен әйелдерге көбірек ғашық болыпты. Алғашқы махаббат, жас кадет және губернатордың арманшыл әйелі. Шындық пен қиялдың сәтті өрлеуі. Негізінен Шоқан өзінің жеке өмірін аса құпия ұстаған. Сондықтан оның барлық махаббаты сол күйінде жұмбақ қалды. Как ли все это было, утверждать не берусь. Меняется время, меняются люди, но любовь, она была, есть и будет всегда. Пока жива любовь, жизнь не кончается.